Сәлем достар, бүгін сіздермен үнді индийский манты деп аталатын тағам дайындап көрсететін боламын. Білмейтін кісілер бар, білетіндер бар, әртүрлі атаумен аталады. Ең алдымен бізге ұн керек және де тұзды су қажет. Суымыз салқын болса да бола береді. Еттің қамыры секілді, қаттылығы еттің қамыры секілді жаятын боламыз. Қанша екенін мөлшерін видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Қандай тамақ әзірлеріңізді білмей отырсаңыз, болмаса жаңадан түскен келіндер түрлі тамақ істеп, дәмді тамақтар істегісі келеді. Осындай жасасаңыздар болады. Мен бүгін тауықтың етінен жасадым. Негізі сиырдың, қойдың етінен жасасаңыздар да керемет дәмді шығады. Илеп болдым. Осылай 15 минут сайын тындырып қоямын. Қайта-қайта иін қандырып илеп отыру керек, ұмыт кетпей. Және бізге осы картошка, сәбіз, болгар бұршын қосып жібердім, қоспасаңыздар да болады. Және пияз қосамыз, сарымсақ қоссаңыздар болады. Сұйық майымызды керегенше құйып аламыз. Майлы қылып тамақтың майлы болған ұнайтын кісілер көп қосады, мен қатты көп қоспаймын. Осылай қатты отта бірінші қуырып аламыз. Кейін тауығымыздың етін қостық. Біз аз болғандықтан 3 адамға солай дайындадым. Жақсылап қуырылып, етіміз қуырылғаннан кейін сәбізімізді кезек-кезек саламыз. Сәбіз, перец, болгар бұрышы қосып қайта араластырамыз. Орташа отты орташаға қоясыздар. Әйтпесе асты күйіп кетуі мүмкін. Жоғарғы қойсаңыздар. Келесі картошкамызды саламыз. Осылай барлығын араластырып, бір 10-15 минуттай қуырамыз. Тұз дәмдеушіміз саламыз. Қара бұрыштан кішкене салдым. Асты жабыс қалмау керек, араластырып тұрамыз. Кішкене мен тамақтың дәмі келтіру үшін көбінесе подлиптерге соя соусын қосып жіберемін. Дәмін әдемі келтіреді, әрі түрі де әдемі болады. Не осылай қуырып, суын құйып, үстіп, астын бір қайнатып аласыздар да, астын басып қойып, жайлап қайнап тұру керек. Міне бір қайнады, енді астын басамыз. Оға дейін біз қамырымызды жайып аламыз. Менің қамырым, мен арасында иін қандырып, солай нетіп тұрдым. Міндетті түрде жасаңыздар. Әйтпесе қамырларыңыз дұрыс болмай қалады. Қамыр жаюды бөлек түсіріңізші десеңіздер, оны да түсіретін боламын. Осылай әр шетінен алып жаясыздар. Оға дейін біздің подлиміміз жайлап қайнап тұрады. Подлипке қаншақты су құйғанын жаңа бетпе-бет қыласыздар, қатты көп қылмайсыздар. Подлиптен сәл 3 сантиметрдай су болу керек. Өйткені
мен қамырды сол неге салатын боламын, подлиптің үстіне. Міне осылай жайылып шықты. Әдемі етіп жайып алдық. Енді майымызды, сұйық майымызды жақсылап жағатын боламыз. Мантабаркаға бөлек те жасауға болады. Мен өзіміз аз адам болғандықтан неге кастрөлге салып жасадым, қазанға. Егер де көп адам болатын болса, кастрөлге салғаннан мантабаркаға салған ыңғайлы. Өйткені көп болады қамыр ол кезде. Пышағым сәл қисық болғаннан қамырларым да қисық болып кетті. Пышағымның бас жағы қисықтау болып кетті. Ол ештен кетпейді. Осылай жасап алғанбыз. Міне суы осылай болып тұру керек, көргендеріңіздей. Осылай қайнап тұру керек. Енді салып бастаймыз. Біртіндеп салсаңыздар жақсы болады. Осылай салып шығамыз барлығын. Салып болғаннан кейін бір 20-25 минутта дайын болады. Мінекей, осылай дайын болады. Енді аламыз тарелкамызға. Осылай барлығы біртіндеп алынатын болады. Әдемілеп дастарханға ұсынамыз кейін. Бұл тамақты үйде барлық балалар қатты жақсы көреді. Жиі жасап тұрамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады.